Sağımdı bellerim, sabındı köllerim, turasың мәңгілік. Өйткені бұл жер ел халықтың тұрмыс тірлігіне қолайлы мекен болған уақытында. Bir жағында Қамбаш көлі, екінші жағында Ақтау көлі, дарияның бойы халықтың тұрақтануына, өсіп-өнуіне, экономикалық жағдайының, әлеуметтік жағдайының жақсы болуына өте қолайлы Арал ауданындағы. Бәрі жағынан тіршіліктеріне қолайлы. Қазір осы тұрғанда мына Қамбаш көлі, мына жағында бұл жерде дария, былайша келгенде айналамыздың бәрі су. Сосын кейін қазір су тартылып кетті, тартылғанмен қазір осы тұрғанда жақсы. Халық бұл жерге ерте қоныстанған. Ең бірінші қоныстануы арғы бетте Мырзас деген, мына жерде дарияның арғы бетінде осы жерден 4-5 шақырым жерде Мырзас деген жер бар. Мына қазір енді негізгі Аманкөлдің елді мекенінің алғашқы қоныстануы сол жерде болған. Бұл жердің барлығын уақытында қарақалпақтар жайлаған. Кейін қарақалпақтарды қиуалықтар кейін қарай ығыстырған. Енді қиуалықтарды орыстар 1840 жылдары орыстар келгенде орыстар ығыстырған. Көрдіңіз бе былай аумалып жүрген. Бірақ елдің, біздің жеріміздің ең негізгі атаулары, мысалы Аманөткел деген, Аман деген қайықшы болған. Ол қайықшы жалғыз өткел болған ғой, Аманның өткелі деген. Сосын сол атпен Аманөткел деп аталып кеткен. Мырзас дала болады, Аманөткел қала болады деген Нұртуғанның айтып кеткен жазбасы бар. Нұртуғанның туып өскен жері сол Мырзас. Мырзаста жерленген қорымы да ағайын тумасы да сол жерде. Осы жерден 4-5 шақырым жерде дарияға ағып кетті. Мына сіздерге осы бастамаларыңызды мына аудандық өз мектебіңіз директорына, аудандық оқу бөлімінің басшысына, сосын соған тиісті мекемелерге көп рахмет айтқым келеді. Жүрсем де алыста, сағынтты ескі ауыл, сағынтты ескі